Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Ал мен маусым айына арналған болжамымды ұсынатын боламын. Тоқты. Жалпы сіздерде маусым айында 2011 жылы көктемде болған оқиғалар қайталанатын болады. Соны еске түсіріп көру керек. Жалпы бұл болжам енді біреулерге келуі де ықтимал, келмеуі де ықтимал. Енді барлығына бірдей келеді деп мен ешкімге уәде бермеймін. Сосын бұл жұлдыз жорамал ерлерге де, әйелдерге де, үлкендерге де барлығына қатысты. Тоқты. Өмірлеріңізде бір жақсы мүмкіндік болғалы тұр. Соны жіберіп алмауға тырысу керек. Егер ақша жағынан көп тұрып қалған болса, тоқтап қалған болса ақша жағы, 3-ші маусымнан кейін ақша өте жақсы болады. Ақша тұрақты түрде келетін болады. Жалпы ақшаға байланысты өте жақсы жаңалықтар болады. Ақшалай сыйлықтар болады. Ескі досыңызды осы айда кездестіретін боласыз. Жұмысыңызда, командаңызда, бизнесіңізде өте көп өзгерістер болады. Жалпы заңдар өзгеретін болады. Бұл заң өзгергенде мен бизнесімді, онлайн бизнесімді қалай жасасам деп көбірек ойланатын боласыз. Сосын бала көтеруге, бала босануға, немерелі болуға, эко жасатуға өте жақсы ай. Командаға кетіп, командировкаға кетсеңіз, ұзақ уақыт достарыңызды көрмеуіңіз ықтимал. Немесе достарыңыз, құрбыларыңыз тұрмысқа шығып кетіп, ол достарымен ұзақ уақыт бойы араласпай қаласыздар. Сосын аяқ астынан күтпеген жерден ақшалай сыйлық келеді. Ақша жағында барлығы өте жақсы болады. Жаңадан бір мамандықты игеріп аласыздар. Туыстарыңызбен көп араласатын боласыздар. Туыстармен көп араласқан кезде бір үлкен бір жиын болуы мүмкін. Сол кезде көбірек араласатын боласыздар. Той болуы мүмкін, беташар болуы мүмкін, біреулер үйленуі мүмкін. Әртүрлі жағдай болады, көп араласып бастайсыздар. Сосын туыстарыңыздан жақсы жаңалық еститін боласыздар. Жолға шығасыздар, жолға билет аласыз. Үйіңізге техника, жиһаз сатып алатын боласыздар. Машина сатып алуыңыз ықтимал, немесе машинаңыз бұзылып қалып, соны жөндетуге бересіз. Жалпы маусым айында 6 ай бұрын ойлаған ісіңіз, жоспарыңыз іске асатын болады. Ол шетелмен өте тығыз байланысты. Мысал алатын болсақ, шетелге шығу, виза алу, шетелдің компаниясына жұмысқа тұру, немесе шетелге барып демалу. Бір сол сияқты шетелмен тығыз байланысты жұмысыңыз алға басады. Немесе емтиханнан өтесіз және диплом алатын боласыз. Көптен армандап жүрген сабағыңызды беріп бастайсыз. Бір 6 ай бұрын мысалы сабақ беруді армандап жүрген болсаңыз, дайындалып жүрген болсаңыз, сабақ беріп бастайтын боласыздар. Сот ісі болуы ықтимал. Жаңа айтқандай, балалы боласыздар, немерелі боласыздар. Көп ойланып, адамдармен көп араласасыздар. Өзіңізді, жалпы денсаулығыңызды барлық жағынан жақсы сезініп бастайсыз. Жалпы бұл үй алу, жылжымайтын мүлікті алу, сату деген сияқты дүниелер орын алады. Документтермен көп жүгіретін боласыздар. Қонақ шақырасыздар, қонаққа барасыздар. Немесе романтикалық кездесулерде болуы ықтимал. Өткен өміріңіздегі бір құпия ашылып, сол құпия сізді өзгертеді. Немесе біреудің құпиясын білесіз, немесе өзіңіздің құпияңыз ашылатын болады. Жалпы айдың соңында бір үлкен дәрежені күтіп отырсаңыз, ол орындалмай қалуы ықтимал. Себебі ретроградный Сатурн болады.
ол Сатурн алға жылжуға бір мүмкіндік бермейді. Сол себептен бұл күткен дәрежеңіз, бұл айда дәреже күтудің қажеті жоқ. Үлкен сомаға ие боласыз. Ата-анаңызда бір жақсы өзгерістер болады. Өзіңізді қауіпсіз сезінетін боласыздар. Жалпы менің айтатын сіздерге болжамым осындай. Егер сәйкес келіп жатса, комментарий жазуды ұмыт қалдырмаңыздар. Және де менің каналыма жазылып отырыңыздар. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Бақуатты болыңыздар.